кішкентай баламыз. Еркін өсіп толамыз. Күнге қарай талпынып, көкке қанат қағамыз. Жақсы, бізде қазір ана тілі сабаққа дайынбыз ба балалар? Ендеше біз өткен сабағымызды кішкене есімізге түсіріп алайық. Біз өткен сабақта қандай тақырып өттік? Кәне, кім айтып жібереді? Айта алыңыздар. Заттың сынын білдіретін сөздер. Өте дұрыс айтасыңдар. Ал енді кім айтады? Заттың сынын білдіретін сөздер дегеніміз қандай сөздер? Кім айтып жібереді? Кәне, қол көтеріп айта қояйық. Бір оқушы. Кәне, ереже бар еді ғой бізде. Ал берді. Берді айтасың ба, ал айтамын. Орнынан тұрып айтамын. Ал қалған оқушылар барлығымыз тыңдап отырайық. Заттың сынын білдіретін сөздерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Мысалы, кез келген мысалды айтамын. Дұрыс, қызыл, жасыл. Жарайсың берді. Тағы кім бір оқушы айтсын, тағы кім? Кім айтқысы келіп тұр? Әдемі айта қояйық. заттың сынын білдіретін сөздерге қай, қандай деген сұрақтар қойылады. Мысалы, үлкен, Дұрыс, үлкен, таза. Жарайсың. Басқа тағы айтқысы келіп тұрған оқушы. Ал Нариман айта қой. заттың сынын білдіретін сөздерге Қандай? қай сұрақтар қойылады. Қызыл, жасыл, ағын, көк. Жақсы. Ал енді мен сіздерге бірнеше сөздер айтайын, сіздер соған мысал тауып айта алыңыздар. Кітап. Тез-тез. Қызықты. Кітап. Тез жылдамдық керек. Жоқ, доп типті бола ма? Қандай доп? Жоқ. Сын есім қосып айтайық. Сөз тіркесін жасап айтайық. Қандай доп? Сары доп. Жарайсың. Тақта. Тез жылдам. Дұрыс айтасың сезім. Жасыл тақта. Парта. Ақ парта болады екен, дұрыс айтасыңдар. Аспан. Ақ бұлт немесе қара бұлт. Жарайсыңдар балалар. Енді бізде қазір жаңа сабағымызды бастамас бұрын бізде жұмбақ бар екен. Сол жұмбақты шешіп алайық. Мен оқиын, сіздер шешуін табасыздар. Сыртқы қатты, іші тәтті. Бұл не? Жаңғақ деген не? Жаңғақ деген ол? Көріп жүрсіздер ма күнделікті өмірде? Оны күнделікті біз тағам ретінде пайдаланамыз. Одан не? Қандай тамақтар әзірлеуге болады? Қай кезде қолданып жүрміз, білеміз ба? Жақсы. Білмесек, қазір бүгінгі біз осы жаңғақ туралы өлең оқитын боламыз. Және де балалар, біздер бұған дейін қолымызды қойып отырайық, балалар тыңдап отырайық. Заттың атын білдіретін сөздермен таныстық. Заттың қимылын білдіретін сөздермен таныстық. Және өздеріңіз айтқан заттың сынын білдіретін сөздермен таныстық. Ал енді бүгін заттың жаңа тақырып санын білдіретін сөздермен танысатын боламыз. Ал оқулығымызды ашайық. Оқулықта бізде қанша жаңғақ деген жақсы бір өлең бар. Сол өлеңмен бірінші жақсылап танысып алайық. Сосын ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Ал енді бүгін бізде жаңғақ өлеңінің авторы балалар Сұлтан Қалиев деген атамыз екен. Сұлтан Қалиев атамыз ақын екен. 1943 жылы Жамбыл облысы, Жамбыл ауданында дүниеге келген екен. Және осы Сұлтан атамыздың Сәлем саған мектебін деген 83 жылы кітабы жарық көрген екен. Сұлтан атамыз балалар, сіздер сияқты балаларға осындай өлеңдер шығарады, арнайды екен. Ал енді бәріміз оқулыққа назар аударайық. Қазір мен сіздерге өлеңді оқимын жақсылап. Бұл өлеңнің ерекшелігі есеп шығарып отырып ойланатын өлең екен. Бұл жерде есеп деп айтсақ болады. Біз математика сабағында есеп шығарамыз ғой, да? Ал қазір бәріміз соны есептің жауабын өлең арқылы ойлана отырып шығаратын боламыз. Ал тыңдайық. Жақсы.
жаңғақ бар еді. Мұқият тыңдап отырайық. Олай болмаса, біз осы өлең есептің жауабын таба алмай қалатын боламыз. Науат пенен Маратқа, Самат пенен Сағатқа. Апасына қанаттың, екі-екіден тараттым. Қанша жаңғақ қалғанын айта қойшы, ал бәрін дейді. Бұл жұмбақ әлі өлең. Ал жұмбақ өлеңден сонда қанша жаңғақ қалды деп ойлайсыздар? Ал тағы бір мұқият. Жоқ, балалар, мұқият ойланамыз. Ал кетті қайтадан тыңдаймыз. Сөмкемде менің әуелде 13 жаңғақ бар еді. Қанша жаңғақ бар еді? 13 жаңғақ. Енді қарай, Науат пенен Маратқа, Самат пенен Сағатқа, апасына қанаттың, екі-екіден тараттым деп. Сонда неше балаға тараттым екі-екіден? Неше бала санаңдаршы? Науат, Марат, Самат, Сағат, Қанат. Неше бала? 5 балаға екі-екіден таратыпты. Қанша? 10 емес па? 10 емес. Сол 5 балаға екі-екіден тараттық дейді. Міне сол кезде бізде 13 жаңғақтың 10-ы таратып берген екен. Сонда қанша жаңғақ қалыпты? 3 жаңғақ қалған екен. Жақсы. Енді қазір бізге бір жақсылап оқитын оқушылар керек. Қане, бір шумақтан оқиық. Жақсы, кім оқысы келіп тұр? Қане, әрбір қатардан бір 2-3 оқушыдан оқытайық. Ал оқиық. Ал, мұқият тыңдайық балалар. Дауыстап оқиық. Орнынан тұрып оқисың ба? Ал. Жоқ, тынышталамыз балалар. Тыңдайық. Менің сәуірінде 13 жаңғақ бар еді. Науат пен Марат, Самат пен Сағат апасына қанат екі-екіден таратып. Қанша жаңғақ қалғанын айта қойшы. Ал бәрін жақсы, әдемі оқи ғой. Ал тыңдайық. 3-4 оқушыға оқытайық. Сосын уақыт қалса бәріміз оқимыз да. Дауысы қатты шығар. Сөмкемде менің әуелде 13 жаңғақ бар еді. Науат пенен Маратқа, Самат пенен Сағатқа, апасына қанаттың, екі-екіден тараттым. Қанша жаңғақ қалғанын айта қойшы, ал бәрін. Жарайсың. Аңсар оқи қойш. Ал оқи ғой. Тез тыңдайық, сосын ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Қаттырақ, дауысын шығара ғой. 13 жаңғақ бар еді. Науат пенен Маратқа, Самат пенен Сағатқа, апасына қанаттың, екі-екіден тараттым. Қанша жаңғақ қалғанын айта қойшы, ал бәрін. Жақсы. Жақсы балалар. Енді жаңғақтың біз не екенін білдік. Ол пайдалы азық-түліктердің бірі. Солай ма? Оның сырты қандай болады? Қатты болады да? Дұрыс айтасыздар. Қатты болады. Түсі қандай болады? Қоңыр болады. Жаңғақтың бірнеше түрлері болады. Ал жаңғақ біздің денсаулығымызға пайдалы ма? Дұрыс. Жаңғақ майлы болады. Сондықтан оны біз күнделікті өмірде не істеп отыруымыз керек? Жеп күнделікті ас мәзіріне қосып отырғанымыз дұрыс болады екен. Жарайсыздар балалар. Енді бізде тақтада бірнеше сөздер бар да. Бұл жерде балалар заттың санын білдіретін сөздер бар, және заттың атын білдіретін сөздер бар. Енді ішімізден кейбір оқушылар келіп, осы жердегі сөздерді бір-бірімен біріктіріп, сөз тіркесін жасап берсе. Зат есім және сан есім. Ал кім кәне? Сезім келе ғой, ал. Келе ғой, деп тезірек. Кәне тағы дайындалып отырайық, балалар. Қайсысын біріктіріп алсақ болады? Ал айтамын. Өздері дайын жазулы да тұр. Соны біз сәйкесінше не істеуіміз керек? Мынау жақсы. Ал біріктіріп мен көмектесіп жіберейін. Жақсы. Ал оқи ғой.
Dürüst mü ballar? Ya. Al okuy koy sizin özüm. Dürüst. Al. Aytsın neni bildirip tur, ayta ғой tezірек. Үш деген заттың несін білdirіп тұр? Саны, гүл деген заттың. Ол да санын ба не? Жоқ, атын. Отыра ғой. Абай. Ай, көрейміз де ғой. Абай. Ала жауап кетпейміз. Қазір тез айтайық. Ал қайсысы айтамыз? Тезірек. Иә, қайсысы? Иә, ал айта ғой. Оқи ғой. Қатты. Жүз деген. Ал жүз деген нені білдіріп тұр? Жүз заттың теңге санын білдіріп тұр. Ал теңге заттың сендер жарайсыздар балалар. Бәрі күшті біліп отырсыңдар енді. Оқи ғой. Осал. Ал Айша оқиды. Дайын Айшанікі. Айта ғой. Айта ғой. Қайсысы нені білдіріп тұр? Үш. Нені білдіріп тұр? Заттың санын білдіріп тұр. Ал қызана Бұрқан келе ғой. Азар кішкене күтіп тұр да сен. Мына қоян кішкене қиылып қалыпты. Тездете ғой, тездете ғой. Иә, былай ғой. Иә, мынау қиылып қалыпты, енді кішкене кешірерсіздер. Ал, айта ғой. Төрт нені білдіріп тұр? Қоян нені білдіріп тұр? Балаларға қарап жүр. Айта ғой. Дәміз балалар, дұрыс айтып жатыр ма? Төрт нені білдіріп тұр? Дұрыс, қоян, заттың қоян. Атын білдіріп тұр. Жақсы, дұрыс тауып тұр еді, шатасып жатыр. Келе ғой, Марима. Ал, тез-тез oldu mu da? Біреу бар. Қозы. Жақсы, әкелмей шөмекке жіберейін. Жақсы, айта ғой. Оқи ғой, айта ғой. Иә, отыра ғой. Екі қозы. Дұрыс. Екі деген нені білдіріп тұр? Қозы заттың аты. Жақсы балалар, мен қазір топтық тапсырма беремін. Маған қараңыздар балалар. Тыныш тапсырманы тыңдап алайық. Мына жерде көп нүктенің орнында сіздерде бір сөз түсіп қалып тұр. Сол сөзді толықтырып жазып, сөйлемді толықтырып жазып шығамыз. Енді бұл сөзге қандай сөз жазамыз? Әрине бүгінгі өткен заттың санын білдіретін сөздерді жазамыз. Ал бірге топтық жұмыс жасаймыз. Біргеміз. Келесіз келеміз. Келесіз. 2 минут уақыт береді. 2 минут. Бірге жаза қойыңыз. Ал кезеге так, бір-бірлерің айтың, көмектесің, жазып, тез жазамыз, тез уақыт өтіп жатыр балалар. Бірінші сөйлемді оқып алып, жетпей тұрған сөзді жазамыз. Сан есім, бүгінгі заттың санын білдіреді. Жарайсыздар, екінші топ кірісіп кетті. Wow.
Так, вақт бұл жақсы, енді мынаны оқы. Әр партада так, екінші болды. Дұрыс, жақсы. Ал заттың санын білдіріп тұрған сөз қайсы? 15. Екінші қатар бізде белсенді болып отыр. Қалған топтан үндемей отырмыз. Қосылып отырамыз. Жарайсыздар балалар. Үшінші сөйлемді оқи қой. Арқада екі бала Отырады. Дұрыс. Сөйлем дұрыс құрылған. Ал заттың санын білдіріп тұрған сөз қайсы? Дұрыс, жарайсыздар балалар. Сонда 24, 15 және 2. Бұл сөздер заттың санын білдіріп тұр екен балалар. Бірақ сіз жарайсыздар, отыра қойыңыз. Қазір маған төсек кете қойыңыз. Енді қарайық балалар. Отыр. Жақсы балалар. Жалпы балалар заттың санын білдіретін сөздерге қанша, нешінші деген сұрақтар қойылады. Түсіндік қой, да? Заттың санын білдіретін сөздер заттың санын және заттың ретін білдіреді екен. Нешінші дегенде сұрақтар қойылады. Енді балалар, орнымыздан тұрайық, 1 минут, sevgili балалар. Мына жерде Буратино бізде. Буратиноны білеміз ғой, да? Так, ал енді Буратино созылды дейді. Қалай созылады? Ал қолымызды созайық екі жаққа. Бір еңкейді. Ал еңкейеміз. Бір еңкейді. Бір созылды. Менен қайталаймыз. Бір еңкейді. Аяқтарын көтерді дейді. Аяқтарын көтермейміз былай. Жүрген болайық. Екі жаққа созылды. Қолымызды созайық. Ал жүреміз. Буратино жүрді. Буратино отырды. Отырамыз болды. Енді балалар, сіздерге мен қазір жұптық жұмыс беремін. Жұптық жұмысты қараңыздар. Мына жерде заттың атын және санын білдіретін сөздер екі қатарға жазылған. Сіздер соны сәйкестендіріп тез не істейміз? Сызықтармен қосамыз. Кезекке қой.
Ben bileyim valla. Aklı öyle koymuş ki. Benim ben Kırmızı gidiyor. Kırmızı gidiyor bana. İyi kokmuşlar.
Siz cevap yazınızda. Kıraversin o. Siz cevap yaza koyun. Sosun, yazın sosun yazarız. Так, birinchi artikulning aql jazasi nishi yazasin, yazasin, nishi desin. Raz жетіде болсаң жеті де, бесте болсаң бес де, алтыда болсаң алтыда деп бір сөз жаз болды. Birinchi болды, bir сөз жазасың, birinchi sınıf болды. Так, жазамыз. Болған адам отырамыз. Так, сіздерде үшінші сұрақ. Нешінші сыныпта оқисың деп тұр? Мына тапсырманы орындадық па жеке жұмыста? Кім маған оқып бергісі келіп тұр? Нариман оқып ма? Ал кімді Нариман дұрыс жазды ма? Нешінші сыныпта? Жақсы, енді Нариман орнынан тұра ғой. Қандай сөздер заттың санын білдіріп тұр? Оқи ғой. Қай сөз білдіріп тұр? Заттың санын білдіріп тұр. Бірінші және алтыда. Бірінші деген заттың несін білдіріп тұр, балалар? Реңкін білдіріп тұр. Мысалы, бірінші сынып, екінші сынып, үшіншіде біз заттың ретін айтады екен. Жақсы, тағы кім оқысы келіп отыр? Басқа? Нұрислам айтады. Нұрислам айтқан жоқ. Оқи ғой. Қайда қағаз? Атын Нұрислам. Нешедесің? Жетіде екен, жақсы. Нешінші сыныпта оқисың? Бірінші. Ал енді ғой, жетіде деген сөз орнынан тұра ғой. Нені білдіріп тұр? Жетіде деген сөз. Заттың несін білдіріп тұр? Айтады. Затты? Қимылын не? Саны білдіріп тұр ғой, саны. Жақсы, отыра ғой. Жақсы, бірінші деген сөз заттың несін білдіріп тұр? Саны, немесе ретін білдіріп тұр екен. Жақсы, балалар. Жарайсыздар. Тағы кім оқысы еді? Басқа отырғандардан. Оқымаған. Сымбат айта ғой. Ал оқи ғой, Сымбат. Айта, оқи ғой, тезірек. Атын? Нешеде? Жасың нешеде? Айтшы, ауызша айта ғой. Бестесің ба? Алтыға толмадың ба әлі? Алтыдасың да, дұрыс. Қай сыныпта оқисың? Нешінші сыныпта? Бірінші сынып. Дұрыс. Сонда қай сөз санын білдіріп тұр заттың? Қандай сөз? Қай сөз айта ғой? Неше жастасың? Жеті жастағы. Нешінші сынып оқисың? Бірінші. Дұрыс. Жақсы. Жақсы балалар. Өте жақсы, бәріңізде жақсы дұрыс жазыпсыздар. Тілімізді ашып, жазу жұмысын орындайық. Біз орта қойып. Бірінші көркем жазуымызды жазып аламыз. Және екінші.
оқушылар 24 келіп қажетті сөздерді мен тақтаға жазып қойып жатырмыз. Сіздер әдемілеп сыныпта тиісті сөздерді мен жазып қойып Ana aslında benim adam балалар, сонымен біз бүгін қандай сабақ өттік? Заттың білдіретін сөздер. Дұрыс айтасыздар балалар. Заттың санын білдіретін сөздер ережемен таныстық, үйден ережені жаттаймыз. Заттың санын білдіретін сөздерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Мысалы, 5, 7, 10, 24, 160 деген сияқты. Бүгінгі сабаққа түсіндіңіздер ме балалар? Жақсы. Онда бір-бірден заттың санын білдіретін сөз түгелдей айтып шығайық. Жарай ма? Ал кеттік. Бізге жылдамдық керек. Бастадық. Кім бастайды? Тез, мысалы, тез-тез сөз айтамын. Тезірек. Санын білдіретін сөз айтамыз. Айтамын. 70. 90 Жарайсың. 100 6. Келесі кім? Так, балалар, айтқан оқушылар жолап кетпейміз, айтпаған оқушыларға мүмкіндік берейік. Неше? 50, дұрыс, жақсы. Келесі. 102 102, жарайсың. Тағы 20. Тағы зере. Тезірек балалар. 80, 24, тағы. Барасың. 40. Жақсы балалар. Жарайсыздар. Міне, сіздердің айтқан мысалдарыңыз, олар заттың несін білдіреді екен? Заттың санын білдіреді екен. Ал күнделікті өмірде осы сандарды қолданасыздар ма? Қай жерде қолданасыздар? Математикада тағы. Күнделікті өмірде. Басқа. Қайда барғанда? Дұрыс айтасың, дүкенге барғанда ақша саласыздар ма? Ақша санап бересіздер ма? Дұрыс. Сонда бізге бұл сандарды білу аңыз екен. Енді бір қатар, бірінші мына қатар келіп, сабақтан бүгін түсіндіңіздер ма, түсінбедіңіздер ма? Ал кері байланыс жасай қойыңыздар. Иә. Егер мына сабақты түсінген болсаңыздар, жасыл асықты басамыз, бір рет басамыз, әлі де кішкене түсінбей қалсаңыздар, сары асықты, ал өте мүлдем түсінбеген болсаңыздар, қызыл асықты басамыз. Ал келіп бір-бірін басамыз. Кезектесіп басамыз, кезектесіп. Болды, бір рет басамыз, орнымызға отырамыз. Отыр, бассаң, отыр. Түсінбеген адам кім екен ол? Кім басқан?